осы ОСМС-ке қарсы шыққан халықтың қарасы өте көп та, тіптен кейбіреуі петиция жарияласақ дейді. Өткен жолы депутаттар да қарсылық танытқан. Жалпы күн тәртібінде денсаулық сақтау министрлігінен осы жобаны алып тастау бар ма? Енді бүгінгі таңда мәмс жобасынан халыққа келіп жатырған пайда көп. Енді айтып кеткен 3 миллиондай адам осы жүйеде болмай отыр. Сондықтан бүгінгі біздің ең басты мақсатымыз жылдың аяғына дейін халықтың бәрін осы жүйеге тарту. Сонда ешқандай сұрақ болмайды. Халықтың бәрі бірдей, бір деңгейде медициналық көмек алатын болады. Ешкім сіз жүйеде барсыз, жоқсыз деп алаламайды. Сондықтан ең басты мақсат қазіргі осы парламентке де келетін боламыз заңның жобасыменен